Егер сізге біреу Антарктиданың мұз қабатының астында температурасы +12 градус, ішінде құрылыс қалдықтары бар, алып үңгір бар десе, сенер ме едіңіз? 2003 жылы жоғалып кеткен швейцариялық зерттеуші топтың қалдырған күнделігі осындай жылымық қала туралы жазған. Бірақ бұл күнделік әлі күнге дейін толық шифрдан ашылмаған. Ал ашылған беттері ақылға қонымсыз. Швейцариялық Polar Archeolab зертханасы 2002 жылы Антарктидаға 3 ғалым мен 2 инженерден құралған экспедиция жібереді. Мақсат – жаңа спутниктік суреттерде байқалған мұз астындағы тығыз құрылымды зерттеу. Ол құрылым 4 шақырым тереңдікте орналасқан. Бұған дейін ондай симметриялы форма табиғатта тіркелмеген. Олар мұз астына түсу үшін арнайы жылу бұрғылары мен лазерлі сканерлерді пайдаланған. Бір аптадан кейін байланыс толық үзілді. 3 айдан соң іздеу тобы тек бір адамды, инженер Фредерик Нойердің денесін табады. Оның қасында былғары мұғабалы күнделік болған. Бірақ күнделік толығымен шифрмен жазылған. Тек 10 жылдан кейін ғана Цюрихтегі криптографтар күнделіктің алғашқы беттерін оқи алды. Онда былай делінген: біз төмен түстік, температура кенеттен жылы. Жел жоқ, бірақ ауа қозғалып тұр. Естілмейтін, бірақ білінетін дыбыс бар, металл. Бұл үңгір емес, бұл біреудің қалдырған орны. Ғалымдар, бұл жазбаның жылу ағыны жоғары геотермалды белсенді аймаққа түскенін білдіреді деп есептейді. Бірақ Антарктидада бұндай жылы аумақ тіркелмеген. Тағы бір бетте тіпті қызық деталь бар. Біз металға ұқсас құрылымды таптық. Бұрыштары дұрыс. Метр ені 3 метр биіктікте. Қабырғада біз түсінбейтін бейнелер бар. Олар бізді байқап тұрғандай. Зерттеушілердің ішінде біреуі археосимволист ғалым болған. Ол қабырғалардағы таңбаларды шумер, моңғол, майя жазуымен салыстырған. Бір қызығы, 3 мәдениетте де жоғалған өркениет туралы бірдей бейне бар. Цюрихтегі шифрлаушы топ бұл күнделікті сандық формаға аударып жатқанда бір таңғаларлық детальді байқаған. Жазбалар GPS координаттарын ғана емес, уақыт көрсеткішін де береді. Бірақ уақыт 2025 жылға дейін барады. Сұрақ көп. Мұз астында не болды? Жер астындағы бұл қала кімге тиесілі? Бүгінде Антарктиданың бұл секторына кіруге халықаралық келісіммен тыйым салынған. Ресми себеп экологиялық қауіп. Бірақ бейресми ортада бұл аймақ сектор омега деп аталады. Ал күнделіктің соңғы сөзі осы: біз ояндырмауымыз керек еді. Сен не ойлайсың? Бұл ғылымнан тыс қалған шындық па? Әлде біреулер жасырып отырған ежелгі өркениеттің ізі ме? Егер Антарктида астында шын мәнінде қала болса, ол бізге тиесілі ме? Пікірде бөліс, себебі жауап мұз астында қалуы мүмкін.